келінді өзіндей көрмеңіздер, енелер. Келін сізде болмайды, біріншіден. Екіншіден, сіз болу шарт емес. Сіздей болу шарт емес ол. Ол әркімнің өзінің өмірі бар, әркімнің өзінің қалауы бар, әркімнің өзінің түсінігі бар, әркімнің өзінің деңгейі бар. Сіз сол деңгейде оны қабылдау керексіз. Көп семьялардың бұзылуына, тағы айтам, енелер кінәлі болып жатырсыздар. Балаңның тастап кетуіне, әйелді емес, сені тастап кетуіне тікелей аналардың өздері себепкер. Сөйтіп имам молда психологқа, бүкіл ағайынға қарабет болып қаласың. Жар деген жалғыз балаңның бір әйелін сыйғыза алмасаң, даналығыңнан не пайда сенің? Сол үшін келінге мәмілені еткенде қызым деп мәміле етуге тырысыңыз. Қызыңызға қарағандай қарау керек. Келінді жамандағаннан келін өзгермейді. Келінді жамандағаннан көшеде ол үйге келіп басқа адам болмайды. Қайта ортадағы қасиет жоғалады, қадір жоғалады, тәтті ауыздың қазақ айтқан дәмі кетеді. Қазір көсеген көгерсін деп тойда сөйлеген сөздердің көпшілігі сол баталар көзін көгерсін деген батаға айналды. Неге? Өйткені баланы қайрап салатын аналар көп. Қатының сондай, мидай, мындай дей бергеннен еркекпіз ғой, еркектің намысына тиеді. Сөйтіп көсегесін көгертудің орнына көзін көгертеміз. Сол күнәға себепкер болған сіз боласыз. Келінде саясат болып кетті қазір. Саясат келінде болмайды, саясат енеде болады. Ене саясатшыл болады. Баласының бағы үшін, келешек көні үшін үндемей сенікі дұрыс деп қою, бұл үлкен ұлағат қалып келетін дүние. Мен жүрем ғой елдің ішінде. Енелер аузы жыбыр-жыбыр етеді келіннің қылығына. Дұрыс, ол сізде емес, сізде болуды шарт емес деп айттық. Ыстықты суытып, суықты мұздатып, мұзды тас қылатын сіздер аналар өздеріңізсіздер. Қалай ауыр болса да, бұл шындығы солай. Қалай ауыр болса да, бұл ауыр мен айтып тұрған нәрсе, қабылдау. Бірақ қабылдау болса да, шындығы солай. Ене тәрбиелеп, мен тәрбиелемейсіз. Сіз үйретіңіз. Үйренетін адамға үйретеді.